Сәлем достар, бүгін мен сіздерге творожный кремнің рецептімен бөлісетін боламын. Өте қою болып келетін, кез келген тортқа бола беретін крем. Ол үшін бізге сливке қажет, сливке 33 оттық. Артынан қант немесе сахарная пудра салып, жақсылап араластырамыз. Ескере кететін жайт, ыдысыңыз құрғақ болу қажет. Егер бір кішкене ғана су болса да, жаңағы сіздің креміңіз қою болмайды. Жақсылап араластырған кезде кішкене қоюланады сливка мен қантыңыз. Міне қоюланып тұр. Мен одан кейін творожный сырды салатын боламын. Араластырамын, жақсылап араластырып шығамын. Қою болғанша. Бұл креміңіз сіздің капкейкке жарай береді, кез келген тортқа жарай береді. Жақсылап араластырамыз. Менде қант аздау екен, мен қантын соңынан да қостым. Осылайша біздің креміміз дайын болды. Менің рецептім ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.